Әке қарғысы оқ, халық даналығы. Әңгіменің авторы Едос Кәрімбайұлы. Иманбай бүгін ерекше шат-шадыман. Кеше кешқұрым ұлы аңсаған қаладан телефон соғып ауылға келе жатқан айтқан. Қуанышты хабарды естіген ол таңмен таласа тұрып, есіктің алдын қора қопсысын тазалауға кірісті. Даладағы шаруаны тындырып, ас бөлмеге кірсе, жары Әсемгүл сексеуілдің шоғына бұрқылдап қайнаған сары самаурынды дастарханға енді ойғалы жатыр екен. Иманбайдың әндеде табалдырықты аттағанын байқаған бәйбішесі: "Отағасы-ау, таң атпай жүзіңнен нұр төгіледі ғой. Ұлымыздың туған жеріне ат басын тірейтіні саған керемет көңіл күй сыйлаған сияқты", деп күйеуіне мейірлене қарады. Жарының жанын жадыратар жақсы сөзден қуат алған ол: "Әсемгүл, мұндай жаңалыққа қалай ғана тебіренбей тұра аласың? Артымда қалатын жалғыз мұрагерім, аңсағанымды көрмегелі 5-6 айдың жүзі болды. Оның үстіне сіздерге тосын сый жасаймын дегені тағы бар. Сонысы не екен деп те жаным жай таппай барады", деді. Отағасының жалғыздым дегені рас. Иманбай мен Әсемгүл отбасын құрғаннан кейін біраз жылға дейін шаңырақтарында сәбидің іңілеген даусы естіле қоймады. Денсаулығымызда кінәрат бар шығар деген оймен келіншегінің қолынан жетектеп аудан, облыс орталығындағы ақ халатты абзал жандарды жағалап біраз ем домалды. Бірақ нәтиже бола қоймады. Қайран уақыт десеңізші, осылай жүргенде 6 жылдың да зулап өте шыққаны сезбей қалды. 7 жылға аяқ басқанда қолында азнаулақ малын пұлдап, "Алматы қайдасың?" деп тартып тұрды. Мұндай еліміздегі ең білікті деген дәрігердің қабылдауында болып, ақыл кеңесіне құлақ тұрып емделіп қайтты. Шалғайда жатқан аядайған ауыл болғандықтан сыпсың сөзбен өсек аяң жұртқа тез тарайды. Иманбайдың қатыны бала көтере алмайды екен. Дүниеге ұрпақ келмейтін әйелмен бар өмірін қорылғанша басқа бір шүйке басталып перзент сүймеймей деген сөздер Иманбай мен зайыбының жүрегін талай тілгілегенін қалай ұмытарсың. Сондай-ақ қолындағы ата-анасының немере сүйегі деген құштарлығы сонша ұлы мен келіннің ажасуына іштей келіскенін сыңайда танытып жүрген. Бірақ Иманбай жан-жарын еш кінәламай шыдамдылық танытып сабыр ете білді. Жатпай тұрмай Құдайдан перзент тіледі. Шынжыласа соқыр көзден де жас шығады деген тәмсіл бар емес пе? Жаратушы ием пендесінің жасаған тілегін қабыл алып, отбасылы болғандарында 10 жылға аяқ басқанда Иманбайдың шаңырағы шаттыққа кенеледі. Әсемгүл жарық дүниеге шекесі торсықтай асықтай ұлға келді. Ұзақ жылдар асыға күткен баласына Иманбай аңсаған деп есім қойды. Аңсаған өте тәрбиелі, иман азамат болып ержетті. Жалғызынан ештеңесін аямаған Иманбай аңсағанды Алматыдағы ең мықты деген жоғары оқу орнына түсірді. Міне бүгін сол білім ордасын тәмамдағалы жатқан ол елге келе жатыр. Мұндайда қалайша шаттанбастың? Бірақ көңілде күдік те жоқ емес. 3-ші курсты тамамдап, жазғы демалыста ауылға келген ұлының бойынан өзгешілікті әкесі бірден байқаған болатын. Сол кезде аңсағанның намазға жығылғанына қуанғанымен, кейбір ойлары мен сөздерінен тіксініп қалған еді. Ерлі-зайыптылар таңғы шайларын асықпай ішіп, күнделікті үй шаруасына кірісті. Әсемгүл қорадағы ала сиырын сауға бара жатып, дарбазаның жанында бір жеңіл автокөліктің тоқтаған дауысын құлағы шалып кілт тоқтады. Жұдырықтай жүрегінің тарсылдата қаттырақ соққанын сезбейде қалды. Сөйтсе ұлы аңсаған түнделетіп жолға шығып, таңертең туған жеріне табандырыпты. Қуанышын қойнына сыймаған Әсемгүл қолындағы шелегін тастай сала, дарбазаға қарай қостай ұшты. Қолына жете сала, аңсағанды бауырына басып, асықпай құшырлана маңдайынан, екі бетінен кезек-кезек шөлбілдетіп сүйе берді. Екі көзінен жас парылып, өзін тоқтата алсайшы. Мұны көрген Иманбай да екі аяғын қолын алып тұра жүгірді. Ұлын кең құшағына алып, сағынышын басқанша жібермей тұрып алды. Алайда перзентінің ата-анасына деген мейірім мен махаббатын Иманбай мен Әсемгүл сезіне алмай, дегбірлері қашты. Біртүрлі суықтау. Аз-кем амандық сұрасқаннан кейін автокөліктің артқы есігінен өне бойын қара матамен тұмшалап алған бір бой жеткен түсіп, амандасқандай сыңай танытып, ернін ғана жыбырлатты. Ештеңе үстін алмай қалған Иманбай: "Балам-ау, бұл кім өзі?" деп аңсағанға сұраулы жүзбен отты жанармен қадалды. "Бұл менің жұбайым Мәдина", деді.
Олы азмыз кібіріктеп. Ерлі зайытлар оның қара жамылып алғанына тіксініп қалды. Алайда тосын сүй жасап жатқан әзілі болар деген оймен Әсемгүл Мәдинаның қасына барып, жүзін тұмшалаған матаны шешуге оқталғанда, «Апа, не қапа тиіспеңіз, оны шешіп тастау харам!» деп баж ете қалды. Олдың ащы даусынан сескеніп қалған Иманбай келіннің маңдайынан сүйіп бадамды беремін деген ойынан да тез айнады. Енді ғана мән-жайға түсінген Иманбай жүрегіне біреу найза соққандай күй кешіп, өзіне келе алмай, аз-кем есеңгіреп бір орында тұрып қалды. Дегенмен, айтқан сөзді артымда қалатын жалғыз тұяғым емес пе, деп өзін өзі жұбатып, «Балам, адам үйленерде ата-анасын айтып келісімін алады емес пе? Келіншек әкелетініңде ертерек хабарласаң, бүкіл ауылдастарды, ағайын, туыс пен көрші қолаңды жинап, беташарға дайындалып отырады едік қой», деді әлі де ұлының жамандыққа қия алмаған әкесі. «Келінің сәлем салуы ширк. Адам баласы тек Алла тағала ғана иіліп табыну керек», деді түрі бұзылып кеткен аңсаған. Мұны естіген Иманбайдың төбесінен жай түскендей болды. Маңдайынан шарпып шыққан ащы терді сүртіп, автокөліктің жанына елеусіз ғана тізесін бөгіп, ойға шомды. «Құдай-ау, бұл бәтшақыр не деп көкіп тұр? О заманда бұл заман келіндердің үлкендерге иіліп сәлем салуына ешкім қарсы келмеп еді. Киелі қазақ даласында қаншама ислам дінінің білгірлері мен ғұламалары өмір сүрді емес пе? Олар сонда бұл мәселенің ақ-қарасын ажырата алмаған ма?» деп іштей сұрақты қарша боратып, жаны күйзелді. Бала адамның бауыр еті емес пе? Ал қаншама жыл Құдайдан тілеп сұрап алған жалғыз ұлдың орны тіпті бөлек. Сондықтан аңсағанмен тағы да бір сөйлесіп, уақыт өте келе мәмлеге келетін шығармын. Ауыл имамына ертіп апарып әңгімелестірсем, райынан әлі қайтар деген оймен, «Балам, бет ашар мәселесін бірден етіп шешерміз. Жүр, үйге кіріңдер. Дастархан басына отырып асықпай әңгімелесейік», деп ұлына үмітпен көз тікті. Ондағысы бір жағынан жанжары Әсемгүлдің де жағдайын ойлағаны, жалғыз ұлын үйге кіргізбей қойғанда не таппақ. Ағанасының оған жүрегі шыдас бермейтінін Иманбай жақсы түсінеді. Бірақ аңсағанның икем-икелер түрі көрінбейді. Шешесінің қолқаулауымен табалдырықты аттағанмен қабағы қатулы. Үйге кіргенмен Мәдина екеуі ішке бөлмеге қойып кетті де есіктерін тарс етіп жауып шықпай қойды. Иманбай ұлының бұл оғаш әрекетіне қатты ренжігенімен ашуын сыртқа шығармай, орада бордағылауға тұрған семіз ісекті союға кірісті. Мақсаты ауыл ақсақалдарын шақырып батасын алу, реті келсе беташарды да өткізіп жіберу ойында бар. Ал Әсемгүл жылағанын қойып бетін сүртті де бәрі жөнге келер деген оймен жаңа сойылған ісектің жұмсақ етінен ошақтағы қара қазанда әдемілеп қуырдақ әзірлеп, буын бұрқыратып дастарханға келді. Қолын дауыстап шақырды. Анасына құлақ асып ас бөлмеге кіргенмен аңсаған мен Мәдиненің үстел басына жайғасар түрлері байқалмайды. Состиып тұр. Осы кезде Иманбайдың да қарасы көрінді. Олардың дастарханға жақындамай тұрғанын байқап, «Тағда не болды? Отырмайсыңдар ма?» деді. Екеуінде үн жоқ. Мүлгіген тыныштық. Не істерін білмей сасып қалған Әсемгүлдің «Мәдина, айналайын, ұялмасаңшы» деген дауысы әрең шықты. Тағы да үнсіздік. Бір кезде барып аңсаған, «Апа, біз сіз дайындаған асты жей алмаймыз. Өйткені сіздер намаз оқымайсыздар. Алла тағаланы танымайсыздар. Сондықтан...» дей бергені сол еді. Иманбай, «Аңсаған, сен не деп лақып кеттің?» деп бар даусымен гүр ете қалды. «Біз де білеміз дінді. Ата-анасының ренжісін деп қай жерінде айтылып та? Түсіне білсең, Құдайдың разылығы ата-ананың разылығында. Әге оңбаған неме, Құдай төбеңнен ұрғыр, желкен қиылсын» деп тұтыға сөйлеп, өкініштен өзегі өртенген Иманбай өкіре барып төсекке құлады. Әкесінің айғайынан үйден атып шыққан олар апыл-ғұпыл автокөлікке отырып қаланы бет қалды. Бірақ әке қарғысы оларды алысқа ұзатпады. Әсем Алматыға жақындай бергенде, бір қырдан қолдайлай бергенде қатты жылдамдықпен рульге ие бола алмай қалып, жол жиегіндегі жартасқа жанаса берді. Үсті басы малмандай қан болған екі жасты кездейсоқ көріп қалған жүргізушілер жақын маңдағы аудан орталығындағы аурухананың жансақтау бөліміне жеткізді. Құдай қолдап екеуі де тірі қалғанмен,
бірнеше жерден аяқ қолдары сынып, жарты жылдай аурухананың тар төсегіне тағытылды. Достар, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер және видеоларды басқалармен міндетті түрде бөлісіңіздер.